Достар, армысыздар? Бүгін 4-ші бөлім Қазақстандағы оқу орындарында ресми түрде оқытылып жатқан Мұхтасар әл-Қудури кітабын талдауды жалғастырамыз. Видео дәлел роликтің ортасында болады. Нұржан Смағұлов, сізге бөлек сәлем. Алдыңғы видеолардағы жала деп айтқандарыңыз әлі есімде. Енді қызық, осы бөлімді қалай ақтап шығасыз? Ал енді ұстаздар не үйретіп отыр? Кішкентай қыз бала, әлі хайызға жетпеген, физиологиялық тұрғыда толық жетілмеген жасөспірім. Хайыз ол әйел адамның ай сайын болатын табиғи физиологиялық кезеңі. Міне сол қызға ұстаздың айтуынша талақ беруге болады. Яғни қыз бала әлі балалық деңгейде болса да, олар оны әйел ретінде қарап, неке үкімдерінде, талақ рәсімдерінде толыққанды субъект қылып отыр. Ұстаздың логикасы әрі қарай одан да қорқынышты. Хайыз көрмеген қыз жүкті болмайды, сондықтан оны қосылу мен талақ беру арасын ажыратудың қажеті жоқ дейді. Қорытындысы тіпті жаныңды түршіктіреді. Қыз бала болса да талақ беруге жарамды дейді. Міне, біздің қоғамдағы төніп тұрған қауіп осы. Бұл Мұхтасар әл-Қудури кітабындағы үкімнің ресми сабақтары түсіндірмесі. Мен ойдан шығарып тұрған жоқпын. Бұл кітап Қазақстандағы медреселерде оқу құралы ретінде оқытылып жатыр. Қазақстан Республикасының заңдарында кәмелетке толмағанды әйел деп қарастыруды, неке үкімдерін қолдануды, интимдік контекстте талқылауды қылмыс деп таниды. Ал қазақ дәстүрінде қыз баланы ең қорғаулы кезеңіне жатқызады. Ал енді медреселер не істеп отыр? Қараңыздар. وإن كانت المرأة لا تحيض من الصغر أو كبر فأراد أن يطلقها لسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر آخر طلقها أخرى. Егер де талақ беретін әйелі хайыз көрмейтін жасы кішкентай болса да, әлі хайыз көру жасына келмеген болса да, жасы кішкентай болса да, әлі хайыз көру жасына келмеген болса да, немесе хайыз көрмейтіндей үлкен жаста, яғни хайыз көру мерзімі аяқталған әйел болса, сүннет бойынша талақ беруді қалайтын болса, оған бір талақ береді. Яғни ода хайыз келмегеннен кейін қалай анықтайды, таза күндерін. Сол үшін талақ береді. Одан кейін бір ай күтеді. Бір айдан кейін екінші талағын береді. Тағы бір айдан кейін үшінші талағын береді. ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها. Бұндай әйелдерде қосылу мен талағының арасын бөлмесе де болады. Мысалы, қосылып, содан кейін талақ берсе де болады. Яғни арасын وطئها وطلاقها بزمان, яғни заманмен бөлуі шарт емес. Себебі не үшін? Бәрібір бұл әйелдер хайыз көрмейді. Хайыз көрмегеннен кейін жүкті болып қалу деген күмән болмайды. Сол үшін қосылып болғаннан кейін талақ беруге жарайды. Қосымша маңызды мәлімдеме. Еділ Жаңбыршин бастаған мәжіліс депутаттары педофилияға қарсы заң қабылдады. Мен дәл осы ұстаздың видеосын сол заңның орындалуы үшін ресми түрде ұсынамын. Менің талаптарым: кәмелетке толмағанға қатысты қауіпті нормалар бар болғандықтан Мұхтасар әл-Қудури кітабын экстремистік деп тану. Қазақстанда тыйым салынған экстремистік әдебиеттер тізіміне енгізу. Осы кітаппен сабақ берген әйел және ер ұстаздары Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес жауапкершілікке тарту. Өйткені олар кәмелетке толмағанға қатысты педофилия элементтерін насихаттап жатыр. Мәжіліс депутаттарына дін оқу орындарында педофилия насихаттайтын әдебиеттерді оқытуға толық тыйым салуға, нақты заңды түзету енгізуді талап етемін. КМДБ, Ғылым және білім министрлігі, оқу-ағарту министрліктерінде жедел тексеру жүргізу. Бұл кітап неге қолданылды? Кім бекітті? Қандай бағдарламамен енгізілді?
Ұлттық қауіпсіздік комитетіне үндеу. Кәмелетке толмаған қыздарды некеге жарамды, талақ беруге лайық деп оқытатын материалдар Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне тікелей қауіп. Бұл білім беру ошақтарын тексеруді, кітапты сараптамадан өткізуді, елде қолдануға толық тыйым салуды сіздерден өтіне сұраймын. Бұл жай дін туралы әңгіме емес. Бұл қыздарымыздың тағдыры. Бұл ұлттық қауіпсіздік.